Ассалаумағалейкум әлеуметтік желі қолданушылар. Қазақстан аумағында мына Қытайлар деген бұратыла бас салып, кеше біз жақтамағана жүрген десек, әзір бір видеолардан көріп отырық. Енді бұратыла Астанаға қарай ағылып баратыр, өздерінің машинасымен, көліктерімен, өңкей пикап джиптарды міне маған. Кеше мынау бізде де мына Түркістан облысы Сарыағаш ауданынан кеше Жетісайға ма Шардарға қарамай өтіп кетті. Range Rover, өңкей жаңағы 200 сондай машиналарды мініп алған кетіп баратыр мысалы. Бұлардың барлығы Қазақстан түкпір-түкпіріне барып жайғасып жатыр ма, не істеп жатыр? Оянбасақ болмайды бұл қазақтар отыра беруге. Кеше көріп жатсыңдар, Қордайдағы жағдайлар болып жатыр. Жай-жай кіріп келіп жатыр. Өзімізді мына шәуілдір дейді. Кеше мына Жетісайымызға қарай өтіп баратыр. Әзір енді бүгінгі жаңа көріп отырмыз, Астанаға қарай ағылып баратыр ғой бұратыла бұл Қытайлардың. Алдын машинамен емес, бұлай келетін еді. Әзір емін-еркін өкімет беріп қойды деймін бұларға. Кетіп жатыр машинамен ағылып бұратыла. Қазір енді көріп таң қалдым, жаңа видеоны бар ғой. Не деген бәле? Бұл Қытай мен орыстарға жем болатын болды ғой Қазақстан. Оянбасақ болмайды, айналайын қазақтар, бәріміз қарайық, жан-жанымызға тұрайық. Жолда келіп жатқан кезде тоқтатып алып бұларды сұрау керек болды. Қайға баратсыңдар? Не бар бұл жерде? Ертең Қытайға құл болып кетеміз, бүйтіп жүре беретін болсақ. Сол үшін ертірақ оянып, ертірақ көзімізді ашайық. Видеоны көріп алып жата бермей шығуға әрекет жасау керек, бұларды тоқтатуға. Өкімет ештеңе істемейді бұларды, өкімет кіргізіп жатыр өздері. Халық оянып, орнынан тұрып, тұрғызбасақ болмайды бұларды. Тоқтату керек бұларды.